Бәсекелестері дейміз бе, қаскүнемдер дейміз бе, көзайымға ғаламторда ақша табуға көмектесеміз деп алдап соқпақшы. Ал Елордадағы Талдыкөл маңындағы құрылыс жөнінде қулығын іске асырмақшылар бар дейді тұрғындар. Ол туралы алда айтамыз. Эфирде Айбат жаңалықтары, студияда Жалғас Сенолла, сурда аудармада Жансұлу Ерланқызы. Кеш жарық. Маңғыстаудың басынан бұлт арылмады. Ақтаудағы аналардың талабы қандай? Таразда оқ құшқан персиктің өлімі неге әлеуметті шулатты? Сендерден шашыл десе басаласыздар ғой. Сендерге шықпайтқан жоқ, бәрін атыңдар, қырыңдар. Салпанқұлақтың өлімі неге Сапарбаевтың ашуына тиді? Сатып алуға көлік жоқ. Ішкі нарықта жоқ болса енді қалай алады? Бөлгеніне не пайда? Үкімет автонесиеге 100 миллиард бөледі, бірақ тапшылықты қалай жоймақ? Маңғыстаудың басынан бұлт арылмады. Ақтауда тағы да митинг, тағы да көп балалы аналардың жайы. Жаңаөзендегі 30 шақты ананың отбасына бұған дейін Ақтаудан жалдап тұратын пәтер берілген. Енді олар баспаналарын белгілі бір төлем уақытынан кейін жекешелендіруге рұқсат сұраған. Алайда шенділерден жауап болмағасын, көп балалы аналар түнгі сағат 11-де облыс әкімдігінің алдына наразылыққа шығып, жолды жапқан. Тек осыдан кейін ғана шенділерден бір ишара білінді. Жазбаша жауабында олар аналарға жетекші тағайындап, комиссия құрып, мәселені мәдениетті түрде көтеруге кеңес беріпті. Сондай-ақ баспана сұраған көп балалардың талабы заңсыз екенін жеткізген. Бүгін әлеуметті Тараздағы Персик есімді иттің өлімі шулатты. Себебі иті оқ қошқан блогерге Бердібек Сапарбаев басу айтып, шенеуніктерге ұрсып берген. Белсенділер қаңтар қақтығысы кезінде қырылып қалғандар ит құрлы болмады деп облыс әкімін сынға алды. Дауға ұласқан ит өлімі жайында Данияр Әлімқұл толығырақ айтады. Она будет здесь лежать, пока не приедет таким области. Так больше делать нельзя. Если этот вопрос не решится, я завтра соберу людей на митинг. Жамбылдық блогер Жанна Мамашева персик атты итін өлтіргендерді іздеп облыс әкімдігінің алдына барды. Еңкілдеп жылап етегі жасқа толған белсенді төрт аяқты досын өлтіруге кімнің бұйрық бергенін білмек болды. Ал бүгін 69 жасқа толып жатқан өңір басшысы көп күттірмей-ақ келіп, жылаған Жаннаны жұбатумен болды. Тіпті Салпанқұлақтың өлімі Сапарбаевтың ашуына тисе керек. Ол қол астындағы қызметкерлеріне сендер кінәлісіңдер деп кесіп айтты. Сендерден шашыл десе басаласыздар ғой. Сендерге шықпайтқан жоқ, бәрін атыңдар, қырыңдар. Сендер әуелі соның бәрін анықтауларың керек. Мынаның адамға зияны бар ма, жоқ па? Балдарды ертең қаба ма, қаппай ма? Персиктің өлімі елдің назары мен наразылығына қатар оятты. Қаңтар қақтығысында қаза болғандардың өлімі ескерілмей жатқанда итке қатысты басу айтып бас ауыртты деп Бердібек мырзаны желідегі жұрт сынның астына алды. Өйткені өңір басшысы өзінің орынбасарлары мен қала әкімінің қасына ертіп алған еді. Қожайыны егесін іздемей ескертусіз өлтірді деген персик сейсенбі күнгі рейд кезінде ұсталған. Ал блогер Жанна Мамашева ит атқыштар персиктің өлексесін көтеріп бара жатқан көріп қалып шу шығардым дейді. Мына бейне жазбаны ұсынған ол жуас итіме у беріп арнайы қысқыштар қолданды деп санайды. Қазір ол өлексесіне арнайы сараптама жасату үшін итін Алматыға алып барған. Қылмыс негізінде істеген жауыздық ол бос қалмайды. Сараптамадан өткіземін ол иттің денесін және қандай қандай әсер берді, сосын сотқа жүгінемін. Ал ит аулаушылар персикті қаңғыбас ит деп қабылдадық деп ақталды. Паспорты жоқ, мойында қарғы бауы жоқ, чиптелмеген, қаңғыбас деп санап аулау жұмыстары жүргізілген. Ветеринария басқарма басшысы тараздық тұрғындар көшеде қаңғыбас иттер жүр деп қоңырау шалып хабарласқан соң аулауға барғандарын айтты. Ал блогер мен әкімнің кездесуін кездейсоқ жолда жолығып қалған жағдай деп ақталды. Енді екі тарап персиктің өліміне қатысты дауды сот залында шешпек. Ал Жамбыл облысында қаңғыбас иттерді атуға бюджеттен 35 миллион теңге бөлінген. Данияр Әлімқұл, Айбат жаңалықтар қызметі.
Итке қамқор болуы, жанашырлық таныту дұрыс әрине. Бірақ бұл үш бірдей әкім араласатын шаруа ма? Айтпақшы, азаматтардың сұрауына шұғыл әрекет ету мемлекеттік органдардың басты міндеті. Бұл Тоқаевтың жолдауында айтылған. Алайда президентпен келіспейтін әкімдер де бар сияқты. Соңғы 2 жылдағы ресми көрсеткішті мысал етейін. Атырау облысында 10, Қарағанды облысында 13, Түркістан облысында 18 адам арызына жауап ала алмаған. Ал Алматы облысында әкімдік атына түскен 1850 өтініш қанағаттандырылса, 2542 хатқа әлі жауап жоқ. Жағымсыз рейтингтің басындағы Алматыға жеке тоқталсақ. Шағын және орта бизнес саласына жолданған өтініштің 47%-на, әлеуметтік мәселе бойынша 60, денсаулық сақтау бойынша 55, баспана бойынша жолданған өтініштердің 63%-на 2 жыл бойы жауап берілмей келеді. Эко-белсенділер кіші Талдыкөлде құны миллиард тұратын саябақ ашылады дегенге сенбейді. Себебі құрылыс компаниясы заңға бағынбай аумақты көму жұмыстарын әлі жалғастырып жатыр. Ал Нұр-Сұлтан әкімдігі болса, кіші Талдыкөлге қатысты құжаттың бәрі енді құпия сақталады дейді. Ая Мүтәлі тарқатады. Талдыкөлді рұқсатсыз көбіп, заңды өрескел бұзған үшін дәл осы құрылыс компаниясына осыдан бірнеше ай бұрын айыппұл салынған еді. Алайда тексерісте қатаң ескертуде құрылысшыларға кедергі емес секілді әкімдіктің шешіміне міз бақпаған олар Талдыкөлді көму жұмыстарын жалғастырып жатыр. Қала әкімдігі су орнына үй, мектеп, аурухана салу жоспарынан бас тартпаған. Алайда 20 гектар аумақты саябаққа айналдырамыз деп сендірді. Әзірге жаңа нысанның орны белгіленбеді, құжаты да дайын емес. Алайда құрылыс компаниясы құрылыс аумағын қоршап, меншіктеп алыпты. Кіші Талдыкөлдің маңында құрылыстың заңсыз жүріп жатқан тіпті бас прокуратура мен экология министрлігі де растап отыр дейді заңгер. Алайда әкімдік Талдыкөлге қатысты құжаттарды бұдан бұлай құпияда ұстаймыз деп белсенділердің ашуын туғызыпты. Бұл дегеніміз олар өз бетінше жобалық сметалық құжатты өзгерте береді деген сөз. Бұл істе шекілік өте көп. Құрылыс компаниясы көлді көму үшін ешкімнен рұқсат алмаған. Тиісті органдарға да хабар бермеген. Техникалық және авторлық қадағалау жүргізбеген. Даулы іс бойынша қазір сот жүріп жатыр. Соңғы сот отырысы 17 ақпан күні өтеді. Әкімдік оған дейін кіші Талдыкөлге қатысты ешқандай мәлімдеме жасай алмаймыз деді. Есесіне аумақта эко саябақ ашылады деп қысқа қайырды. Үлкен және кіші Талдыкөлде экопарк ашылады. Осы мақсатта 1 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінді. Осылайша кіші Талдыкөлдің су балансын сақтай және толықтыра отырып, рекреациялық аймақ құру бойынша жобалау сметалық құжаттама әзірленуде. Жергілікті жұрт Талдыкөлді табиғи қалпында сақтап қалу үшін барын салып жүр. Ол үшін наразылық шараларын да өткізді. Алайда одан еш нәтиже жоқ. Кейбірі тіпті жауапқа тартылды. Ая Мүтәлі, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат, жаңалықтар қызметі. Павлодар мұнай химия зауытының директоры ұсталды. Оспанбек Әлсейітов мүлікті талан-таражға салды деген айыппен әзірге 2 айға қамауға алынды. Бірақ жақындары оған жазықсыз жала жабылғанына сенімді. Әлсейітовтің баласы тергеушілердің қолында әкесінің кінәлі екенін дәлелдейтін айғақ жоқ екен. Оған қарсы қылмыстық іс ойдан шығарылған мәлімдеді. Бұл қызметке 2017 жылы тағайындалғанына қарамастан, оны 2018 жылдың 3 қаңтарында қоспаларды жеткізу келісім шартына қол қойған деп айыптап отыр екен. Олының айтуынша бұл құжаттар Оспанбек Әлсейітов Қазмұнайгаз департаментінде жұмыс деген кезде қабылданған. Ұлы Сұлтан Оспанбек ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан араша сұрайды. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз өзіңіз 2019 жылы зауытта болып, зауыт басшысы осы зауытта технологиялық қондырғылардың операторынан бас директорға дейін жеткен тәжірибелі маман екенін оң бағалаған едіңіз. Конституцияның кепілі ретінде сізден осы мәселеге назар аударуыңызды сұраймын. Біз тағылған айыптың барлық дәлелдерін келтірдік. Бірақ экономикалық тергеу басқармасының тергеушісі Асылхан Асан оларды елемейді. Ол бұны Ақордадан түскен бұйрық деп айтады. Еліміздегі автосалондарда сатылымда көлік жоқ. Ал үкімет болса күні кеше 4% жеңілдетілген автонесиеге деп 100 миллиард теңге бөлеміз деді. Сұранысқа ұсыныс сай болмаса, бұл жоба сонда қалай іске аспақ?
Үкімет басшысы бас аяғы жоқ бағдарламаларды президентке қалай таныстырды? Әріптесім Айбек Қосан анықтап көрді. Премьер-министр Әлихан Смайылов жеңілдетілген автонесие туралы айтқанда көптің үміті оянды. Бірақ бүгін автосалондарға хабарлассақ, сатылымда самсап тұрған отандық авто жоқ болып шықты. Автосарапшы Эдуард Эдоков несиелеу бағдарламасы басталғанның өзінде сұранысты толық қамту мүмкін болмайды деп болжады. Это еще раз показывает то, что мы ничего не производим. Казахстан не производит никаких машин. Казахстан закупает комплектующие, крупной узловой сборкой, прикручивает колеса, вставляет двигатели и все. И, соответственно, если из Китая, из России или из Кореи этих поставок нет, то никакого так называемого автопрома в Казахстане нет и не было, и вряд ли когда-нибудь будет. Қоғам белсендісі Нұрадин Садық өтел алымнан жиналған халықтың қаражатын несие айналымына шығарып, өзіне қайта пайызбен беруге қарсы. Халықтың ақшасына жиналған, заңсыз мекемеге жиналған қаржыны халықтың өзіне несиемен қайтадан беру деген енді орысша айтқан кезде ростовщичество дей ма, дейтін еді осы бір не қылатын. Өсімқорлықтың шыңы деп білем. Енді бір олигархтардың жаңағы лоббиі, авто құрастырушылардың тауарын сатуға бөлу деген нәрсе бұл енді кішкене көңілге қонбайтын дүние. Яғни қоғам белсендісі 100 миллиард теңге президент айтқан сол автопромның айналасындағы олигархтардың қалтасына түседі деп күдіктенеді. Халық жеңілдетілген несиені күтіп жүр ме? Семьяңызда көлік бар ма? Жоқ. Негізі алу, Я, соны күтіп жатырмыз. Те деньги, что выделили, мне кажется, это не хватит этого. Күмәнім бар мен, шын айтса күмәнім бар оған. Ішкі нарықта жоқ болса енді қалай алады, бөлгеннен не пайда ол. Елде құрастырылатын көліктен қайыр болмаса, халық шетелден автомобиль әкелуді жоспарлайды. Бірақ бұл да оңай болмайтын сияқты. Сразу отмечу, утиль-сбор будет пересмотрен. Бірден айту керек, утиль алымды біз қайта қараймыз, бірақ шектен шығудан аулақ болу керек. Автоөнеркәсіпті дамытуға жұмсалған ақшаны желге шашып, импорттық ескі көліктердің нарықта қаптап кетуіне жол беруге болмайды. Үкімет автокредитке қаражат бөлмек, бірақ машина тапшылығын қалай жабатыны белгісіз. Ең бастысы халық утиль алымның бағасы қандай болады деп тағатсыздана күтіп отыр. Сарапшылар егер осы және өзге де тарифтердің құны біршама өзгермейтін болса, бұқара биліктің өзге де уәделеріне қолын бір сілтейді деген пікірде. Айбек Қосан, Нұрлан Әлмұхамбетов, Айбат жаңалықтар қызметі. Баға күн санап қымбаттауда. Қаңтардағы жағдайлардан кейін президент қолға алып азық-түлік құны сәл тұрақтанды. Алайда маусымдық кезеңде қайта қымбаттау бек мүмкін. Ең төменгі күнкөрістен кейінде азық-түлік алуға қанша ақша көзделген? Ол турасында Азиза Исабай сәлден кейін айтып береді. Үндістанның оңтүстігіндегі Карнатака штатында хиджабқа қатысты наразылықтар күшейді. Мұнда орамал таққан қыздарға сабаққа қатысуға тыйым салынған. Білім министрлігінің бұйрығы солай. Бұл талаппен келіспеген оқушылар бірнеше апта бойы наразылық білдіріп, шерулетіп жатыр. Жағдайды үндінің дәстүрлі шәлісін таққан оқушылар ушықтырды. Салдарынан мектеп директорлары ешкім шыт тағып келмесін деп талап қойып, білім ордаларын 3 күнге жауып тастады. Енді аталған мәселе бойынша соңғы шешімді жоғарғы сот шығарады. Үндістанның конституциясында дінді ұстануға құқық берілген. Ендеше неге олар біздің осы құқығымызды сақтамайды? 6000-нан астам әйелге жыныстық зәбір көрсеткен дәрігер ақшта бұрынғы гинеколог Джеймс Хипстен зардап шеккендерге 244 миллион ақш долларын төлеу тиіс. Алайда ол тек күдіктінің сотқа жүгінген 203 құрбанына ғана бөлініп берілмек. Қаражатты дәрігер жұмыс деген Калифорния университеті өтейді. 64 жастағы Хипске 21 бап бойынша айып тағылған. Шағымданушылардың айтуынша ол зорлық фактілерінен бөлек кәсіби этикаға жатпайтын сөздер айтып, медициналық аспаптармен қитұрқы әрекеттер жасаған. Алайда Хипс қылмысты мойындамай отыр. Егер сот кінәлі деп тапса, ол 67 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Словакия парламентінде депутаттар жанжалдасып, кезектен тыс үкімет отырысында қорғаныс жөнінде ақшпен келісімшарт мақұлдануы тиіс болған. Алайда ымыраға қарсы депутаттар биліктегі партия мүшелерінің сөзін қайта-қайта бөліп, Словакияның байрағын көтерді. Олардың қарсыластары деп осылай Украинаның туын алып шыққанда, ашулы депутаттар оларға су шашып, байрақты жұлып тастаған.
Қызуғанды депутаттардың тартысынан кейін үкімет отырысы тоқтатылды. Ал дауға түрткі болған келісім шарт бойынша Американың қарулы күштері Словакиядағы 2 әскери базаны 10 жыл тегін қолдануы мүмкін. Республикаға сол үшін 100 миллион ақш доллары төленбек. Көп елдің парламентіндегі жиындар осылайша талас тартыспен, қарсы және қолдаймын, қолдамаймын деп дауыс берумен у-шумен өтеді. Заң шығарушы адамдардың өмір сүру ережесіне тікелей әсер ететін орган болғандықтан мұндай жиынның солай өтуі дұрыс та шығар. Мен осы ретте әріптесімнен сұрап көрейін. Ұлпан, қайырлы кеш. Сәлем Жалғас. Біз дамыған құрлық деп айтатын Еуропадағы парламентте жиындар осылай өтеді. Біздің елмен салыстырып қарасақ, біздің елде бір текті, бір қалыпты өтеді. Осы Еуропадағыдай пленарлық отырыстар өткенін қалар ма едің? Знаешь, Жалгас, я считаю, что плюрализм это всегда хорошо, тем более, что касается парламента, где представлена не одна партия. Но я думаю, ты со мной согласишься, как тоже журналист, который работал в парламентском поле. Әрине, халық қалаулысы деген аттар болғандықтан, олардың неғұрлым әділ әлі шыншыл болған дұрыс шығар. Рахмет. Добрый вечер. Эфир новостей Айбат. Продолжу я, Улпан Бегалина, и прямо сейчас в выпуске. Почему жители 20 многоэтажек в Темиртау остались без газа, выясняла Лиана Жамлиханова. Тенге значительно укрепился с начала недели. С чем это связано, объясняют эксперты. Это шанс отложить больше денег. Больше денег казахстанцы стали тратить на овощи. Насколько выросли цены, расскажем через минуту. Протестовавшие двое суток сотрудники компании «МАЭК Казатомпром» вернулись к работе. Напомню, митинговавшие требовали двукратного повышения зарплаты и даже обращались к президенту с просьбой посодействовать в этом вопросе. И сегодня в компании заявили, что с 1 марта оклады сотрудников повысят на 30%. Хотя ранее работники с таким условием не соглашались и намерены были продолжать свой протест. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, при этом руководство пообещало, что никто из протестовавших преследоваться не будет. Проблемные вопросы, накопленные годами, озвученные работниками производственной сферы, не могут быть решены за один день. В этой связи в дальнейшем работа по полному решению данных вопросов будет решаться совместно с Министерством энергетики Республики Казахстан, акиматом Мангистауской области. В настоящее время решаются вопросы повышения заработной платы для сотрудников, кроме руководящего состава, на 30% и премирования к некоторым знаменательным праздникам. Буквально накануне президент прокомментировал митинги. Токаев поручил изучить требования работников и отметил, что все законные интересы сотрудников должны быть соблюдены. Отмечу, МАЭК Казатомпром снабжает Мангистау электричеством, теплом и водой. Между тем, жители 20 многоэтажек Темиртау остались без центрального отопления. Людям приходится готовить на электрических плитках и платить большие счета за свет. Все дело в том, что в частной компании, которая обеспечивает газом город металлургов, уволились все сотрудники. Причина – низкая зарплата. Лиана Жамлиханова разбиралась в ситуации. По словам жителей, сбои с газом в Темиртау продолжается уже с ноября месяца. Газ то есть, либо его вообще нет. Вот, к примеру, в этой вот многоэтажке по проспекту Металлургов газа нет уже с пятницы. И жителям приходится пользоваться электроплитками. Жители Темиртау уже и не надеются, что в квартиры будут стабильно подавать сжиженный газ. Поэтому пенсионерка Анна Шилина еще осенью купила электроплитку. Правда, платить за электричество стало намного больше. Куда выгоднее пользоваться общим газом. В месяц по счетчику выходит чуть более 200 тенге. Ну, конечно, тяжело. Мы же привыкли к газу. Нет центрального газа в 20 многоэтажках Темиртау. Голубое топливо привозят в газгольдеры, которые стоят во дворах. По припорошенному снегу на установках видно, заливали газ сюда давно. На одной плитке то не приготовишь. Да и вообще у нас же на газ рассчитано. Монополист объясняет, что уже не один год работает в убыток себе. Получается, газ покупает компания за 192 тенге за расчетную единицу, а продают потребителям по 96 тенге. Сейчас ситуация стала критической. В компании просто нет денег, чтобы оплатить зарплату рабочим. Разом уволились 10 человек, которые получали в среднем 60 тысяч тенге. Поэтому на данный момент газ, который простаивает на территории предприятия, просто некому довести до потребителей. В связи с тем, что с январскими событиями приказом АЗРК нам утвердили предельную цену 70 тенге за литр, а этот газ, это
вид деятельности сейчас тоже убыточный, потому что мы приобретали газ через ЭТП по высоким ценам в пределах 190-201 тысячи тенге за тонну. Мы не можем покрывать убытки. Возобновят ли поставки газа, вопрос еще не решенный. В компании ответить на него затрудняются. Лиана Жамлиханова, Еркеулан Тойболдин, информационная служба Айбат. Трещины и поломанные витражи – это результат сноса долгостроя в центре левобережья столицы. Накануне в соцсетях активно обсуждалось обрушение здания на пересечении улиц Райшик и Туркестан возле Министерства иностранных дел. Как сообщили в пресс-службе СПК Астана, оно было возведено с нарушениями. Снос здания на видео запечатлели жители ближайшего жилого комплекса. По словам председателя местного КСК, сносить высотку по частям начали еще в августе прошлого года. Мы, конечно, с большим интересом наблюдали, как же они будут его сносить, но потом уже поняли, что это ими будет делаться, ну, скажем, с нарушениями всех технологий. Уже в октябре мы почувствовали, когда они роняли панели сверху вниз, что дом начал трястись. Конечно, мы начали писать письма, обратились во все организации городские с просьбой как-то упорядочить этот снос. По словам жителей, от того, что на соседнем участке сносят высотку, в их подъездах стали ломаться витражные окна, а на стенах стали появляться трещины. Вот это вот абсолютно на каждом этаже, абсолютно. Вот. С 3-го можете, чтобы не верить, проедемся. На 8-м вообще страшно, как это контур, как атлас на карте, как правильно. Трясло вот именно, когда они вот эти блоки сносили. И получается, когда блоки падали, соответственно, и резонанс возникал. И такое чувство, будто землетрясение мини. Ну и мы видели, до этого женщина приходила тоже, говорила, вот постоянно рушится. Уже 3 дня, кажется, или больше. Кстати, тему строительства сегодня разбирают мои коллеги из студии 7. В частности, речь пойдет о заморозке стройки в Алматы сразу 19 объектов. Какие это здания, расскажут мои коллеги, не пропустите. А прямо сейчас мы запускаем опрос студии 7. Сейчас вопрос вы видите прямо на своих экранах. Сегодня мои коллеги интересуются вашим мнением о том, какие условия должны быть созданы в стране, чтобы открыть свой бизнес. Представлены 4 варианта ответа. Голосуйте. Его итогами поделится моя коллега Данара Жуманова. Смотрите студию 7 сразу после новостей Айбат. И к другим темам. Общественники Казахстана предлагают полностью реформировать систему школьного питания в стране. И в первую очередь обеспечить бесплатными горячими обедами всех детей без исключения. Об этом они говорят не первый год, но реалии таковы, что даже детям из малообеспеченных семей, которым полагается бесплатный обед, выделяется настолько мало, что едва хватает на одноразовый перекус. Как формируется школьный обед? Эльмира Ержанова с подробностями. Общественник Азиза Шужеева сомневается в качестве питания казахстанских школьников. Говорит, проверить, что едят дети, попросту нереально. Сейчас доступа в школьные столовые нет из-за карантинных ограничений. К тому же активистов исключили из списков общественных наблюдателей при конкурсных комиссиях по выбору поставщиков. Хотя 3 года назад, когда школьное питание вывели из госзакупок, прозрачность собирались обеспечивать как раз-таки за счет общественников. В итоге арендаторов столовой выбирают педагоги. Комиссия состоит из школьных учителей и представителей отделов образования. Почему мы бьем в колокола? У нас стоимость питания сейчас в среднем по Казахстану где-то 300-310 тенге на одного ребенка в день. Вы представляете, а там еще коррупционная составляющая сидит. То есть вы представляете, наши дети, что едят сейчас в школах? Там полностью идут заменители продуктов. Вместо масла вообще его практически там нет. Кашу на воде варят, чай непонятно какого качества, развесной, без ГОСТов, без ничего, маркировки. В столовой 32-й школы-гимназии Актубе тем временем уверяют, кормят детей только натуральными продуктами. Мясо покупают у постоянного поставщика, а в меню детей обязательно есть первое и второе блюдо. Чай, компот и кисель чередуют. Сегодня, к примеру, в меню творожная масса. Но едят ее редко, говорят повара. Это обед школьника за 452 тенге. Что в него входит? Мы видим, что это рассольник на первое, плов с котлетой на второе. Также здесь подают творог, 2 кусочка хлеба, яблоко и кисель.
Обед для школьника обходится государству в 507 тенге. После вычета налогов выходит 452 тенге, рассказывает арендатор столовой Жанымкуль Садуакасова. В сфере общепита она более 15 лет и точно знает, на эти деньги приготовить полноценный горячий обед для ребенка невозможно. За 452 тенге такой обед, конечно, не купишь. Вы посмотрите на цены, сейчас все дорого. Картошка уже больше 200 тенге стоит, килограмм говядины 3000. Своя стоимость этого обеда 800 тенге, но я делаю. Приказано было, а работать ведь нам надо. По данным Альянса женских сил Казахстана, на сегодня в стране более 1 миллиона детей со статусом бедных. Согласно проведенного ими анализа, 14% семей не потребляют мясо. Дети в таких условиях недополучают важных для растущего организма микроэлементов. Для них горячее питание в школе, пусть и один раз, источник полноценного питания. Заставляет задуматься, не правда ли? Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, информационная служба Айбат. И правда, хорошее питание – залог здоровья. Кстати, что касается питания, а именно его стоимости, резких скачков на продукты и товаров народного потребления не будет, уверяют эксперты. По их словам, сдерживанию цен способствует удорожание, которое было в прошлом году, а также снижение инфляционного давления на внешнем рынке. Однако межсезонного повышения ценников все-таки не избежать. О том, сколько стоит корзина с социально значимыми товарами, сегодня расскажет Азиза Исабай. Сегодня в списке продуктов первой необходимости 19 позиций. Корзина с социально значимыми товарами обойдется казахстанцам примерно в 10 тысяч тенге. В эту сумму входит мука, хлеб, макароны, гречка, рис, подсолнечное масло, сахар, соль и десяток яиц. Из мяса предусмотрены говядина и курица. Среди овощей картофель, морковь, лук и капуста. И, конечно же, молочка. Это кефир, 100 грамм масла, молоко и килограмм творога. Отмечу, что это средние цены на эти позиции. Мы решили узнать у экспертов, может ли повыситься стоимость социально значимых продуктов. И вот что нам рассказали. Резких скачков на продукты питания и товары народного потребления не будет, потому что этому способствует эффект высокой цен прошлого года, а также снижение внешнего инфляционного давления. Дорожание может быть в период межсезонья, когда нехватка у нас каких-то продуктов, то есть картошка уже заканчивается на складах, то есть урожай, или такие, то есть овощи наши, которые зимнее время, которые дорожают обычно. Наши коллеги из портала ЛС подсчитали урожай прошлого года. По их данным, в 2021 в Казахстане собрали 4 миллиона тонн картофеля, более миллиона тонн лука и свыше 260 тысяч тонн яблок, а также сотни тысяч помидоров, огурцов и моркови. Урожай риса в прошлом году составил более 500 тысяч, а гречихи 78 тысяч тонн. Пшеницы было собрано почти 12 миллионов тонн. Всего в прошлом году в стране произведено продуктов питания на 2,2 триллиона тенге, сообщает сайт Energy.Prom. Наибольший объем выпуска пришелся на Алматинскую, Кустанайскую области, а также город Алматы. Но, к сожалению, не все продукты у нас производят в достаточном объеме. Например, за год казахстанцы потребляют почти 500 тысяч тонн сахара, но только 200 из них – это местное производство. Остальное – импорт, в основном из России, Беларуси и Таджикистана. Рыбу, творог, сыр и колбасные изделия в Казахстан завозят почти столько же, сколько и производят. Азиза Исабай, информационная служба Айбат. Тем временем годовой рост цен на еду достиг 10%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики. Продукты дорожают, особенно это сказывается на овощах, среди которых морковь, картофель и капуста. И если морковка с картошкой подорожали на 2-4%, то стоимость белокочаны подскочила сразу на 18,7%. Тем самым ее ценник составляет 140-150 тенге. А вот на рынках столицы, где сегодня побывали наши корреспонденты, капусту продают по 300-350 тенге за килограмм. Люди рассказывают, что цены, мягко говоря, кусаются. Рядом бабушка стоит. Хотела, говорит, помидоры купить, огурцы, а у меня, говорит, пенсия не поступила. Если даже поступит, у меня, говорит, не хватит. Это же вообще, я не знаю, куда это годится. Конечно, цены повышенные. 190 картошка, вот. Свекла 300. Где подешевле, там и берем.
разница есть, потому что мы огурцы в прошлом году покупали чуть дешевле, а сейчас уже стали они намного дороже. Конечно, устраивает. Раньше было 700, а сейчас 1200. В прошлом году такая цена была, и в этом году тоже такая цена, я думаю. Там, может быть, на 10-20 тенге.